Өте тез әрі дәмді болып шығатын түрік халқының түшпәрәсін жасаймыз. Бізде бұны еріншек түшпәрә дейді. Ол үшін ең алдымен қамырына жұмыртқа, тұз, сұйық май, су, ұнды салып, орташа қаттылықта қамыр илеп, жарты сағатқа қойып қоямыз. Пиязды майдалап тұраңыздар, болмаса мен сияқты мясорубкадан өткізіп алсаңыздар болады. Тартылған ет, қара бұрыш, тұзды салып, жақсылап араластырып салмасын дайындап аламыз. Дайын тұрған қамырды екіге бөліп, бір бөлігін жайып, ұзынша етіп кесіп аламыз. Салманы осылай полиэтиленовый пакетке салып сығып шықсаңыздар болады. Видеодағыдай етіп кесіп шығамыз. Алдын ала қайнап тұрған суға тұз, қара бұрыш, лавровый листі салып, түшпәрамызды салып, бір қайнағанша бетін жауып қойып қоямыз. Бір қайнағаннан кейін 5-6 минут пісіріп аламыз. Сонымен өте дәмді түшпәрамыз дайын болды. Міндетті түрде қаймақпен беріңіздер, өте дәмді шығады. Ас болсын істеп, жанұяларыңызды қуантыңыздар. Рецепт ұнап жатса, өз бағаларыңызды беріп, каналыма тіркеліп кетіңіздер.